Достар, осы видео бастамай тұрып мен сіздерге айтайын дегенім, көп адамдар менің каналымда тіркелмей қарайды. Сондықтан да достар, тіркеліңдер. Және достар, осы видео жай ғана перевод. Ал енді осы видео өзінен өзі басталатын болады. Менің досым осы оқиғаны айтты. Сенесіңдер ме, сенбейсіңдер ме, өздерің біліңдер. Андрей таксист болып жұмыс істеген. Біздің кішкентай қалада таңнан бастап кешке дейін жұмыс істейтін. Және де түнге дейін қалуға керек жоқ болатын. Бір кезде түнде үйге қайтып бара жатқан. Сағат 12:30 болатын. Бір кезде біреуді көрді. Ол ұзын және де арық болған. Ол айтты, ол адам мен жаққа бара жатса, апара салайын деп. Андрей сұрады, сізге көмектесейін ба деп. Адам еңкейді де оған қарады. Ол ескі шапкамен болатын. Сол шапканың көлеңкесі бетін жауып тұрды. Ол көп тістерін ғана көрген. Андрей жауапты естімеді де кетейін деді. Содан кейін газ басайын деген. Бірақ адам машинаны ұстады да артқа отырды. Андрей түсінбеді де, өйткені машина жабылып тұрған. Қорқып тұрып айтты, қай жаққа барайын деп. Адам қолмен көрсетті де алдыға деген. Айда бара жатқанда түсінбей отырды. Қай жаққа бару керек және де не істеу керек. Андрей жолға немесе айнаға қарап тұрды. Ол айнада сол адамды көрді. Ол күлімдеп түк айтпай отырған. Біраз уақыттан кейін Андрей ұмытып қалды да жолға қарай берген. Содан кейін қайтадан айнаға қарады да артта ешкім жоқ болды. Ол қорқып оянды. Андрей соңғы заказдан кейін және де чайдан кейін ұйықтап қалған. Басы қатты ауырған. Содан кейін қатты шаршап тұрды. Содан кейін машинаны от алдырды да кетті. Осыдан кейін қайтадан сол адамды көрді. Ол адам түстегідей тұрған. Сол адам болған. Андрей газды басты да тоқтамай кетті. Міне достар, осы оқиға бітті. Сіздерге осы оқиға ұнаса немесе қорықсаңдар, онда лайк бас, комментарий жазып және де каналыма тіркел. Ал осы видеоның оригинал описанияда. Ал онда достар, сау болыңыздар.